Достар, өздеріңіз білесіздер, менің жүрген жерім приключение. Бәрін айтып берсем қызық болмайды. Дегенмен аз-маз ашып берейін. Алматыдан көлік сатып алып, Ақтауға қарай бағыт алды. Сатып алғаныңда өз хикаясы бар. Қасымда Бақытбек бауырым. Мақтарал аялдамасына тоқтап, жанданып алып, әрі қарай тападық. Жолымызда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне соғып, Қызылордаға жақындай бергенде көлігіміз бұзылып, содан приключение басталады. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Кеттік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Эфирде Таң Атпаласы YouTube арнасы. Біздер қазір Алматы қаласынан Ақтау қаласына қарай бағыт алдық. Дәл осындай Toyota Prado алған болатынбыз көлікті. Енді сол құттықтап қойсаңыздар болады бір есептен. Қасымда Баха бауырым бар. Екеуміз бірлесіп келе жатқан жайымыз бар. Міне Алматыдан әрең дегенде жаңа 1 сағат болды шығып келе жатырық. Біздерге ақ жол тілек қойыңыздар. Аманшылық болса, жәлап салып отырам әр қалаға жеткенімді, неше сағатта жеткенімді. Міне дәл осы сағатпен фиксация жасап отырамыз. Сағат қазір 10-нан 15 минут кетіп жатыр. Солай, Баха бір-екі ауыз сөз айтып жібер. Қалайсың, жақсы? Көңіл күйің қалай? Что, бәрі керемет, әдемі. Иншалла жол болсын, аман есен жетіп алайық. Ертең тренировка үлгеру керек болып тұр ғой, короче, өтсіздігіне. Қай уақытта тренировка? 9:30 дейірді. Үлгермейсің оған? Ойнап айтамын. Иншалла аман есен жетіп алсақ болады, соны бұйырса. Өзіме де қызық болып жатыр. Солай ма? Бұйырса, самый главный шаруа бітті ғой. Қара берсек пен, да? Жалпы Баханың айтып отқаны, біз осы көлікті негізінде осы Баха бауырымның атына рәсімдеуіміз керек еді несиеге. Ол вариант болмай қалды. Осы Ақтау қаласынан одобрение берді. И Алматыға біздер ұшып кеткен болатынбыз. Көзіміз жұмып тұрып, неше бір реті болар деп. Сосын келгенбіз. Келгеннен кейін жаңағы колеса сайтындағы мекемесіне барып, яғни сол жерге барғаннан кейін бізге отказ келді да, былай айтқанда. Не болды Баха? Долговая нагрузка. Сосын? Берілмейді пока. 10 күннен кейін қайтқан запрос бересің. 10 күннен кейін қайтып жүріп қараңыз, возможно, алдау болады. Так, енді анауға прадик. Прикинь, мәшин уже келіп жатыр. Қалай қыламыз? Қазір мен тағы бір вариант қарап көрейін. Сосын деген қызықтар содан кейін басталды. Енді қалай қыламыз деген сияқты. Әуезова 48. Болды, хорошо. Екінші вариант, ол вариант вообще болмайды деп тұр. Себебі неге? Себебі бұл көлік 2006, оларда критерия бойынша 2009-дан бастап өтеді екен көліктер. Ана кісілерге вообще не айтарымды білмей тұрмын ғой. Айтқанда жоқпын, кішкене күту керек деп. Солай тұрық енді. Варианттың түгілін қарап отыр, қазір көреміз берген. Жалпы көліктің сыртқы келбеті. Тап-таза айнегі. Қараңыздар шыққанда отыр. Екі артқы орындықтары және 4 қысқы дөңгелектермен, яғни аяқтарымен десем қазір комментарияда не болып кетеді дегенде де салоны мынандай монитормен қазір көрейік. Дауысты көрдіңіздер, кондер тұр. Я хочу уехать на ней, Дима. Газ бар Алматыда, как положено. Қараңыздар қалай мені күтіп алып отыр. Одобрениені менің қасымдағы
Баха дейтін бауырым бар, яғни Бақытбек, соның атына беріп тұр. Менің атымдағы, яғни Kia Sorento-ны мен Бахаға берген болатынмын. Ол Баха сол менің несиемді өзі жабады, ал мен оның атына алып атқан көлікті мен жабатын болам да. В общем, сондай бір схема бойынша екеуміз келісіп, дәл сондай шешімге келіп жатыр. Енді ол дұрыс па, дұрыс емес па, оны өздеріңіз ақылға салып, астына комментария жазып кетсеңіздер болады пікірлеріңізді. Әр нәрсенің негізінде өзінің бір хайыры бар. Қазір былай қарасаңыз, көлік таза, ешқандай несиеде емес, залогта емес, былай айтқанда. Біздер сол Ақтау қаласынан адамдарды іздеп, сұрастырып, қарызға ақша алып алған болатынбыз, жетпеген жеріне, яғни сосын соны жаңағы сатып атқан адамдардың қолдарына ұстатып, енді бағасын барлығын нақтырақ айтпай-ақ қояйын, нешеге алдым. Бұл көліктің өзінің қожайыны туралы бір-екі сөз айтқым келіп отыр. Бұл Серік аға, танысқан болатынбыз, Талдықорған қаласында тұрады екен. Ол кісінің өзінің 5 машинасы бар екен ғой, былай айтқанда 5 машинасы бар, бір ауыз сөзбен. Серік аға, егер көріп отырсаңыз, сізге үлкен рахмет. Жалпы жақсы жеңілдік жасап бердіңіз көлікке. Ризамын сізге. Өте керемет келдік жалпы. Енді біреуге айдатып отырған кезде зәрең ұшып отырады ғой бір түрлі. Дәл сонда болып отыр да кейде. Білмеймін енді ондай сезім бола ма, сіздерде болмай ма, жалпы сондай бір сезім пайда болып кетеді да, как будто бір сенбейтіндей ма, или жаңа кім айтады, қора дейтін бар емес па, сенбейтіндей ау ма, бірдеңе болып жатыр да, короче. Бірақ ол смело ғой құрсы, қорқыныштылау ма, сондай бірдеңе болып жатыр. Сол сөзді қазір хит болып отыр, соны жалпы бізде айтып атқанымыз ғой. Мана Алматыдан жалпы 10-нан 15 кеткенде шыққан болатынбыз. Қазіргі сағаттың бағыты 2:30 болып жатыр. Сонда бір асып кетсе 4,5 сағат қой да? 4 сағат 20 минут. 4 сағат 20 минутте Таразға кірген болатынбыз. Таразға кіргенде сыртынан қазір айналма жолмен кетіп бара жатыр. Дегенмен де осы Алматы облысынан шыққанша сәл жолдар деген нашарлау. Жамбыл облысына кіргеннен кейін жақсарып бастайды. Қалайсың Баха, жақсысың ба? Жақсы, әдемі ғой. Айт қойшы. Көлік қалай жалпы жүрсіз? Көлік әдемі ғой. Жалпы расход бойынша түсіндіру үшін неше отырсың қазір? Қазір неше? 490 километр жүріп жатық, полный заправка жасаған. Бұл газ ғой бізде. Газ. Жолда ГАИ мәселесі қалай дейді? Жалпы былай айтқанда ондай көп емес, аз да емес, бірақ бар да ГАИ қызметкерлері жүр. Олар жүрмесе де болмайды. Себебі біздің жігіттеріміз жақсы көреді басып алғанды мысалға. Сондықтан да атат деп қоятын адам болмаса, ол да болмайды да бір жағынан. Кемпингтің аты қалай, брат? Кемпингтің, аты қалай? Мақтаарал. Мақтаарал? Мақтаарал деген кемпингте тұрып. Қазір осы жерден бұйырса кішкене жуынып шайынып, беті қолын жуып деген сияқты. Бір шай ішіп алып, термостерді заправка жасап алып, ары қарай тапайтын боламыз бұйырса. Мына жерде кәдімгі кішігірім дискотека отқан сияқты. Фарлар жаққан, магазин, парфюм. Сағат қазір енді түнгі 3. Мына жерде қозғалыс деген мықты жүріп отыр енді. Магазин арқылы бері қарай шығады. Сағат деген 4 болып қалды. Біздер деген нарын сорпасын ішіп отырып қой, Баха екеуміз. Қалай, дәмі қалай екен? Бір-екі ауыз айтып жүрші дәмі. Әдемі одан. Әдемі. Сөзбен жетпейді дейді. Сөйлейді дей ме? Жаңағы жерден біздер газ заправка алған жоқпыз, себебі газ заправка жасамай тұр деді. Жүріс мынадай, алдымызда тау тұр. Бағыт пока жақсы. Қарның тойды ма? Иә.
порциялар жирный екен. Жирный ма? Жақсы екен, да? Қасық салсаң ет кетеді. Сонымен Мақтаарал кемпингіне келуге кемекс беремін дейсің ғой, да? Иә. Маған ұнап қалды жеке өзім. Жармыштың несі сияқты ғой. Жармыштыкіндей ма? Сағат деген 7:45 болып отыр. Мана айдап келатыр. Айдап бастаған жоқпыз уже. Сәл айдап бастағаннан кейін бақа ұйықтайын бет. Ұйқыға тартып кеткен ғой аяқ асты. Қой деп. Дәл осындай бір жерге тоқтап алдық та ұйқыны тіреп алдық. Білмеймін, байқамап нешеде келгенімді де. Асып кетсе бір 6:30-дарда келген шығармын примерно осып. Дәл осы отырған жерімде ұйықтап алдым. Себеп артта деген мынандай отыр. Енді шайындадым дерсе жолға. Жолымыз болсын. Жалпы Тараз қаласынан шыға берісінде дәл осындай үлкен жанармай станциясы бар. Континент маркет деген. 90 литр газ кеткен, 6391 теңге, 71 теңге литріне. Жақсы ма, жаман ба? Білмей жатырмын. Нормально сияқты вроде. Жақсы, өте керемет. Маха, скажи умные слова. Жизнь коротка, не хочешь. Сол үшін не істеу керек, жылдамдықты асырмау керек па жолда? 120 босқа марға жетпейді. Дубайдың машиналарында ясин сүресі қосылады дейді. 120-да. Ол не қыл деген сөзін ашты. Өлімге дайындайды дейді сөз ғой әлі. Жалпы әңгіме бар дейді ғой, 120-дан асып, мысалға жол апатына ұшырайтын болсаң. Мен де естідім. Самоубийствоға жатады деп. Өзіңе қол сұқпады. Правило 120 дейсің ғой, да? 120-дан асырсаң самоубийство дейді ғой, енді қайдан білейік. Түркістан қаласына кіріп келе жатырық. Кіріп келе жатқанда енді дәл осында екі жағымыздан қаптап тастаған. Бақа, сен Түркістанда болдың ба? Иә. Онда сені қыдыртудың қажеті жоқ қой, короче, да? Жоқ, қыдырып көрген жоқпын, қыдырта бер. Қыдыртқанда қалай қыдыртайын? Қой ойнап айтамын. Қыдырту бола ма, ауылға қарай ғана. Шымкенттің дәл өзі солай жатқанда өтіп кеттім ғой үстінен. Түнде өтіп өтім. Бір айналып өтейік десең, айналып өтейік деген ма? Жоқ. Сен көрген жоқсың ба вообще? Осындай проездім ғой тек. Не істейміз? Мына кісіні. Неше ойды істейді? Бір қарып шығасың ба әлде? Ой, Түркістанға келіп бір аралап шығайық, түспесек те. Бесе арманда қаларсың сен, не? Бір уақытта келем деп сосын жүресің ғой böyle. Бұл да бір жабылмай қалған гештальт болды. Жалпы Түркістан қаласына инфраструктурасының барлығына ақша дұрыс құйылған ғой, негізінде қарап отырсаңыздар, көшесі тап-таза, бірақ жолақтарының барлығы түстері кетіп қалған. Бірақ енді камераны кәдімгідей дұрысынан егіп тастаған ғой, былай айтқанда. Не деп жатыр? Бақа? Ар жағынан кіресіңдер, реставрация жұмыста. Құрметті Исследование деді ғой. Қожа Ахмет Яссауи және оның кесенесі туралы толыққанды ақпарат алу үшін музей экскурсоводтарын немесе аудиогид қызметін пайдаланыңыз. Екі залы бар осыны. Қалай Бакенский? Әдемі. Жақсы мекен бәрі? Иә. Енді жаңа өкінішке орай ішінде жаңағы зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан да соған байланысты кіру мүмкін емес болып тұр. Сағат деген 11-ден 10 минут кетіп жатыр. Бұйырса Түркістан қаласынан шығып бара жатыр. Қызылордаға қарай жол тарттық. Бәрі жақсы. Күн бірақ Түркістанда жанып тұрген кәдімгідей. Тас төбеден түсіп тұрген. Жаңа деген газ бітіп қалды, 486-дан бітіп қалған кезде көлік деген өз-өзімен өшіп қалды. Енді біздер обочинаға шығамыз былайынан. Қараймыз қазір. Көлік деген өз-өзімен өшіп қалды.
найзам қайда? Қойып тастаймыз, көлікті сөндіреміз. Кадр. Так, газ сөндір. Безопасности Казахстан. Көлік қызбай қалды. Алдымызда тағы бір фура тұр екен. Бензин насос атпай берген. Соның қасына барамыз, ау деп қоясың ғой. Әдемі кетіреді негізі ема. Так. Рульді бұрыш. Болды. Пристегните ремень безопасности Казахстан. Нені басып тұр? Газды басып тұр. Экстрені запуск жасаш? Газбен ба? Бір чынақ қосылайық. Сөндü mü мына қысет? Сөніп тұр газ. Пристегните ремень безопасности Казахстан. Базар жоқ, короче. Газда ма? Так, газда тұр. Көреміз. Шиқылдаса, егер бензинге жүрмесе, бензин насостан болуы мүмкін, енді басқа вариант жоқ. То есть бензин подача келмей тұр деген сөз да. Бізге қараш, ближайший населенный пункт бар ма? Интернет бар ма? Осындай бір приключение болса қошым келеді да, негізінде бар ғой. Интернет бар ма? Gaz. İnternet var mı? Так, газ бітті деп отыр. Біз бірақ жүре береміз. Кондер сөндіріп тұр. Жалпы алдымызда бірдеңе көрінеді негізі де, ар жақтарда. Біз деген Қызылордаға жақындап қалдық негізінде. Әзірше дәл осылай жүре береміз. Шиқылдады, газ бітті деп жатыр. Газ жалпы мана айтқандай 488 болып тұр міне. Бензин полный негізінде. Қазір мынау газ шиқылдап келе жатыр. Алдымыздан бірдеңелер көрініп бастады дегенмен де. Сондықтан да арнадан алыстамай, арнаға тіркеліп отырыңыздар, лайк басып, пікір жазып отырыңыздар. Әрі қарай өзім не болатынын да білмей отырмын. Мына жерде міне 493-ке келген кезде тоқтап келе жатыр. Неше дедің? R18. Жағдай жалпы былай болып тұр. Біздер негізінде газ заправки дәл қасында тұрған екенбіз да. Манадан бері уақыт жоғалтып біздер жаңа причинасын іздеп жатырмық та, неге, не үшін деген сияқты да. Ол таптырмай тұр. Жалпы былай қарағанда кілтті бұраған кезде бензин насосқа бензин келмей тұр, дауысы шықпайды да. Біз содан көріп отырмық негізінде. Енді қазіргі жағдай былай болып тұр. Міне КЗ 721 АКБ 17 саған Алла разы болсын. Бақа бөксерге әйін алған. Түнімен жалпы ұйықтаған жоқпын. Мен ұйықтадым. Бақыға өзім қараш жағдайым бір ретті болар жатып қалып ұйқыдан тұрсам бөксерге кетіп батыр қой көрейінші. Короче, битек газ құйып алайық. Сосын газ табылса Қызылордаға кіріп, Бестауға кіріп, бензин насос ашып алайық. Шаруаның емі осы болып тұр. Сосын Бензин насос жасап алып шығайық жолға. жалпы көлікті автоматты сүюге болмайды дейді ғой. Оған не дейсің? Салып жүріп жатқанда жүріп қалып тұр ғой. Абай қыздырып қойсаң қыздырып тұра беріп тұр ғой, мәшін нейтралып тұр.
достар, бізбен бірге болыңыздар, сондықтан да арнадан алыстамаңыздар. Қазір газ құйып алу керек болып тұр. Ең бірінші мәселе. Жалпы енді сүйреуге болмайтын болсақ, жалпы да көлікті алдындағы буксир не үшін тұр деп ойлайсың өзің? Эвакуаторға тиіп алу үшін шығар. Тек қана сол үшін бе? Үшін тұрады енді басқа. Или сүйреуге болады да. Қазақтарға ма? Өтірік әңгіме ол. Жалпы осы туралы бір пікір жазып кетсеңіздер, бола ма сүйреуге автоматты болмай ма? Қазір заправкаға келіп жатыр, бля, бетінде бірдеңе жабысып тұр, жоқ дейді ол. Өкінішке орай, осымен бәрі бітті. Сол газ құйып жатыр енді. Тағы бір мәселе, жалпы мынау отырып қалған. Ендігі мәселе қыздырған кезде тықылдап тұрды. То есть аккумуляторда күш бермей тұр. Перемешкі лақты жүру керек. Бақа перемешкі іздеуге кетті. Тауып жатыр. Сосын қызды жіберіп газбен Қызылорда қаласына кіретін боламыз. Одан әрі жаңа бензин насосты көрсетіп, қателіктерін бәрін түзеп, ақауларын дұрыстап, әрі қарай жолға шығатын боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыз. Мен де білмеймін шыны керек. Қалай болады, не болады? Тіршіліктеміз. Ондай болып тұрады дегендей ғой. Неше литр кетті? 89 5725. Істейміз, братан. Аха. Перемешкі жасаймыз дейді. Болды, өте жақсы. Сонымен дома от шығар бұйырса. Жетіп тұр ма? Жетеді. Жалаттасы нормально ғой. Давай, мен газ салам. Салсай. Салам. Давай, көшер. Кене, газда өтіп келмейді ғой, братан. Жақтан жасай өтіп. Ya bismillah, көрейік ал. Так, қызып кетті. Енді сразу газға ауыстырып аламыз. Қосылды? Болды. Барға, 2 сағат сонда. 2 сағат анық жағаластық қой. 1 сағат басында жағаластық. 1 сағат басында и 1 сағат жүріп келдік там. Бір жерлерде заправка болған жоқ. Сөйтіп әрең дегенде осы энерджи ма, соған келіп қалдық. Брат, атың кім болады сенің? Талғат. Рахмет, бат. Осында заправка жасайсың ғой да? Жолдағы қызықтар өте қызық. Арқайын қабылдау керек та, главное. Бәрі жақсы аға. Базар алтыда жауып кетеді. Жақсы. Сағат бізде қазір сағат 4 болып отыр. Үлгеруіміз керек. Неге? Қанша километр? 40 километрде қалды ойдың да? Жоқ, одан аз. Аз ба? 20-дай бар. 20? Болды оны, келіп тұрып қой берсе. Таке, адысы, рахмет, сау болыңдар. Аман жүр. Қосыңдар. Бәсе, что-то, бля, прадикке отырып батқанымызға ұқсамай кетті ғой. Натуре не зат мынау. Құрметті оқырмандар, қалай болып кетті өзі, вообще түсінбей жатырық қой. Или дұрыс таңдамадық па көлікті? Менше дұрыс таңдаған сияқтымыз, бәрі нормально болу керек. Анау ханның қызында да болады негізінде. Тек көрсіп кеткен дейсің ғой. Қалай келетсің бақа, жақсы келетсің ба? Жақсы. Ендігі мәселе қазір біз жаңа базар құрғышып шықты ғой. соған баруымыз керек да? Дәл сияқты СТО бар, соның СТОның қасында магазиндер бар деп тұр ғой. Егер бірдеңесі кетті десе, сол жерден сатып алыңыз деп тұр да? Болды. Қазір енді жүрісі қалай, бәрі дұрыс болып жатыр ма? Бензинге ауыстыратын желание бар ма? Ал жолдан енді біздер Қызылордаға қарай кіріп кеттік. Осы Қызылордадан жаңағы базарға келе жатырық. Жігіттер, ассалаумалейкум. Автоэлектрик бар ма? Алейкум ассалам. Не істегенде бар ғой, короче. Бензин насос кетіп қалып тұр да, машина. Прада ғой, 120.
Қарап беретін адам бар ма? Қарап бересің ба? А? Насос оталмай тұр ма? Короче, газбен жасап тұр жұмыс. Қараймыз ба? Иә, қалайым ішкен кезде мысалы босасыз. Қашан босайды біздер жалпы жолдан кеткен адамдарымыз ғой осы былай айтқанда. Жұмыс 20 минут. Қарайық енді, көрейік. Бензинасос Жақсын салам десек 28 мың тұрады Денсо деген японшы. О, бөлек па жұмысынан? Или соның ішінде ма? Бөлек, насос өзі бөлек 28 мың. Қазір дейін. 12 мыңнан басталады, насос нормально десе 30 мыңға шейін кете береді. Нешеде жабылады базарларың? Или бар ма сенде де? Үште бар. Болды, бар. Үштің бағасы не ұстайып болса базарға төлесің. Атты ғой мынау. Килограмммен тұрады ғой мынау. Значит, бензинасос жұмыс жасап тұр. Походу, да? Форсункілерден болып тұр ма проблема? О, форсункіде мүмкін емес. Мүмкін? Бәрі бірден кетіп қалмайды ғой форсункіде. Иә, бәрі бірден кетіп қалмайды ғой. Бірақ кетіп қалуы да мүмкін ғой. Бәрі бірдей ма? Бай, бой деп қоясың ғой. Лақтырдың ғой дейсің. Бай, болай да болсын қырсын. Көреміз дейін. Сағат деген 5 болып жатыр. Запчас керек болса үлгеруіміз керек енді. Тезірек айтып қойым керек айтпақшы да соны. Запчас керек емес. А? Запчас керек емес? Тек бірдеңе ма? Шықып жүру керек па? Сондай бірдеңе шығар. Сондай бірдеңе шығар. Білем, мына штекер шығып кетті. Деген сияқты ма? Безвертак па? Не ол? Енді ашып көру керек бакты. Ток келмей ма, насос өзінен бар. Кәдімгідей бак сүттайтын процесс болып отыр ғой мына жерде. Ана жерде болгаркамен жұмыс жасап жатыр. Мына жерде сол бак ашып тұр. Қазір спрейска тисе атылып кетпейміз ба деп қоясың ғой, короче. Мына қайдан білеміз кеткенін? Басқа дым жоқ еді кетеді. Нан қосып қарамаймыз например. Нан тексере аламыз ба, жасай ма, жасамай ма? Іштен алса, егер істемей жатса, ішке қайтып өткіземіз, проблема болмайды. Просто жоқ, ақшада емесең мен уақыт жоғалта алмаймыз Уақыт деген. жоғалтпаймыз, мен бәрі салмай тексере алмаймын. Мен қазір бірінші салып, қолын жауып тастамаймыз ғой. Просто бакты көтеріп жақындатамыз да. Сымдарын Қандайын алған жақсы сен? ішке барсаң қыз өзі айтады. 13 мың сіздікі. 13 мың теңге мынау? Бұдан қандай бар тағы қымбаттау тұрады? Біреу ғана? Шашпын. Что-то біләм, 13 мың деген. Ертең тағы жолдағылар атсақ қоймыз. Сондай деймін бензинасостың бағасы. 5 мың теңге тұрады ғой басқа машина. Бензинасос ба? Сразу айтып да? Иә. Бізде шамалы источникпіз ғой. Источникпіз ба? Или сточникпіз ба? Чегі жанып тұр? Бензинге Жауып беріңіз. Несіне удалить етіп жүршеш? Неисправность қайтесің. Не істей аласыңдар ғой да? Иә. Есің кім сенің? Ерхан. Ерхан? Авангард ғой да мынау? Болды, абдушет салып отыр. Короче, Авангард, Қызыл Орда қаласында S100 жігіттер сразу әдемі қылып істеп берді. Чек жанып кетті, жаңа сразу чекті удалениеге жіберді, нормально болып қалды. Енді біздер көлікті жақсы жасап алдық. Бәрі жақсы, бензин жұмыс жасап тұр. Бұл айтқанда износ қой. Енді жайлап кете береді, енді әрбір деталь солай. Жайлап соны ауыстырып отыратын шығармыз. Қалай кетсің баға? Жақсы кетсің ба? өте жақсы кетті. Жалпы осы Қызылорда мен Сексеуіл, яғни Аралдың орталары бар ғой. Негізінде көлікпен жүрген кезде жеткізіп болмайды. Прикинь. Неге екенін білмеймін, осы жолмен қанша жүрсем де, былай қарасаң бір 500 шақырым ғой. Осы 500 шақырым кәдімгідей алыс та. Вообще алыс болды.
білесің ба неге екенін? Мен жалпы ойлаймын, мына жақта трафик жоғарыда мына жолда. Түн болса да көріп отырсың ғой қазір. Мен сағат дұрыс па осы? 12:38. 12:38 бір болып отыр сағат почти 12:30. Трафик жоғары, көлік көп, және де үлкен жүк көліктері көп жүреді да мына жерде. Оны озам, тоқтайсың, қайтадан бүйтесің, сөйтесің, сол себепті уақыттың барлығын алады да. Жалпы жағдай былай болып жатыр. Енді кеше біздер түн болса да сексеуілдің үстімен бозоймен жүргіміз келіп еді. Одан кейін өзіме бір ой келді да, о жолды сірәді өтіп жүріп қой. Неге осы Шалқардың жолын түсіріп өтпеске? Енді бұйырса сол ойымызды жүзеге асырамыз деген ойдамын. Қазір міне Қызылорда облысынан толықтай өтіп кеттік. Енді мына Ақтөбе облысының Ырғыз жолына түсіп, Хромтаудың үстімен Ақтөбеге жіберетін болады. Шалқардың жолын президентіміз сояққа жол салынады деп айтылған болатын кезінде. Енді сол қаншалықты рас, қаншалықты сояқтар жұмыстар жүріп жатыр, соның барлығын бір көріп өтетін боламыз. Сондықтан да арнадаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Не, гаидің өзін түсірмей ақ қой, қырсық бар. Ассалаумағалейкум аға. Аллаға шүкір, өздерің қалайсыңдар? Аллаға шүкір, жәләпке. Жалпы азғантай бар енді, бірақ нормально. Егер шаршап қайтсаңыз да тынығып демалу керек, болмаса ол мен алмас майдаңыздар. Иә, алмасып келатырық сол. Самара Шымкент тас жолында жол көруға соқ болып жатыр, қаншама адам қаза тауып жатыр. Иә. Ұйықтап кетіп жатыр. Иә, әңгіме сол. Демалмай дейді қазір, демалу керек. Өйткені үйіңізде бала шаға отбасыңыз туып отыр. Әмин. Машаң келеді. Соған аман сау жетіңіздер жігіттер. Иә. Жол деген шұқалақ ямбыға абайлаңыздар. Болды. Енді аға сұрап жүрейінші. Қазір біздер осы жолмен кетеміз ғой бұйыртса. Одан кейін Шалқардың жолына бұрылып кетсек, жол қалай? Жоқ, жалпы айтамын да, мен яқтан заправка алайын дедім мен. Шалқарға қазір былай кетсек та, сосын Қандыағашқа шығуым керек қой. Шалқарға барасың ба? Қандыағашқа неге траспенеге бармаңыздар? Мынадан бе? Жол нашар ма? Хромтаудың жолы жақсы ма не? Иә. Мынадан барсаңыз асфальт көлі келу. Мынада қазір сөйтіп ұстамайды, жер жол бар. Шалқарға дейін ба тек нашар? 130 Шалқарға дейін 130. Ажа ембіге ше? Кейбір нашар ғой жолдар. Мынанда асфальт жоқ па? Жоқ, мына асфальт жоқ. Абайлап жүріңіздер. Бірақ асты биік қойған, қайдан көресіздер. Иә, мына яғы жақын ба, мына яғы. Мына жақпен жақын болғанда 1000 километр жатыр ғой. Жігіттер, жолдарыңыз болса Болды. мал көп абайлаңыздар. Сәттілік. Хорошо. Жалпы бізде осылай жол полициясы тоқтатып ескертіп жатыр, демалып айдаң, жаңағыдай шаршамаң деген сияқты қылыпты. Негізінде оның айтуының жаны бар, демалмайды енді. Қазір деген бұл айтқанда мынақта газ бар ма еді? Қарайғынды қырдық қой. Шешінген судан таймас, неде болса мына ГАИ қызмет даусым бұлау баса баса. Неде болса бақа шешінген судан тайынбас демейді ма? Иә. Жүріп өтеміз ба жаңағы жолды? Иә, баса. Мынандай болып отпаған сәр? Йо-майо, мынаған қара. Осындай болып отыр ау деп те қоямын да мен деген бар. Мынаққа жүру керек, желание қашып кетті ғой, анаққа айналып өтем мен. Біздер қазір Қызылорда облысы, яғни Арал жолынан былай қарай жүріп бара жатырық. Ақтауға бағыт алдық. Енді дәл осы тіке Ақтөбеге қарай бағытты алмай, біздер дәл осы Шалқардың үстімен жүріп өткіміз келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, осы Шалқардың үстімен ембіден ары қарай Қандыағашқа жол бар екенін. Сол жолды көбісі айтпайды, жол жаман, нашар деп айтады. Бірақ толыққанды ешқандай бір ақпарат жоқ. Сол себепті соны көрейік деген ниетпен бұйырса жүріп өтетін боламыз. Сол жолдың бағыты қалай, жалпы жүруге бола ма, болмай ма, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр ма, жүріп жатқан жоқ па, соның барлығын білетін боламыз.
жаңа бұрылыстан кіргеннен кейін 10 шақырымнан кейін дәл осындай қара асфальтты жол кездесті алдымыздан. Енді осымен жайлап жүріп келе жатырық.